Қайырлы күн достар, бұл Медикон бөлім арнасы сіздермен Алихан Ғаниұлы және бүгін біз биолог биохимиясын бастайтын боламыз. Бүгін сабағымыздың алғашқы бөлімі болады. Бүгінгі сабағымызда біз келесідей сұрақтарға жауап береміз. Яғни бүгінгі сабақ жоспарымен таныссақ. Олар бірінші биологтың анықтамасы мен ағзадағы, яғни тіршіліктегі маңызы, биологтардың атқаратын қызметтері, биологтың құрам тұрақтылығы және биолог массасын есептеу жолдары. Биологтың мономерлер ретінде амин қышқылдарын айтатын боламыз және оларды қалай жазып жаттау керектігін айтатын боламыз. Одан кейін пептидтер, соның ішінде дипептидтер мен трипептидтерді құру жолдары және олардың қасиеттері мен сипаттамаларын сипаттау, яғни олардың зарядтарын, pH ортасын және изоэлектрлі нүктесін қалай анықтаймыз, соған анықтама беріп өтеміз. Әрі қарай бізде биолог құрылымдарын, яғни биологтың 4 реттік құрылымдарын айтамыз және ол құрылымдарды қалыптастыруға қатысатын байланыс түрлеріне тоқталып өтеміз. Және соңғы бізде денатурация және ренатурация ұғымдарына анықтама беретін боламыз. Сонымен биолог дегеніміз не? Биолог деп біз амин қышқыл қалдықтарынан тұратын жоғары молекулалы табиғи биополимерлерді айтамыз. Яғни ол үлкен құрылымды заттар. Олардың мономерлері амин қышқылы болып табылады. Әдебиеттерде сонымен қатар протеин, нәруыз, ақуыз секілді ұғымдар кездеседі. Яғни бұлардың барлығы синоним сөздер, бір мағынаны білдіретін сөздер. Жалпы ақуыздар бұл тіршілікте өте маңызды құрылым бірліктер болып табылады. Ағзада олар көптеген қызметтер атқарады және тіршіліктің негізін құрайтын заттардың бірі болып табылады. Адам ағзасының жалпы 45-50% осы биологтардың үлесіне тиесілі. Соның ішінде әсіресе бұлшықет, бауыр, бүйрек, өкпе және көкбауыр секілді паренхиматозды ағзалардың басым бөлігін биологтар құрайды екен. Яғни олардың үлесі 70-80%-ға дейін жетеді екен. Адам ағзасында биологтардың 100 мыңнан астам түрлері бар және олар ағзада әртүрлі қызмет атқарып, тіршілікті қолдап отыруға қатысады. Біз әрі қарай биологтардың ағзада атқаратын негізгі қызметтеріне тоқталып, олардың тіршіліктегі маңызына әрі қарай тереңдей анықтама беріп өтетін боламыз. Биологтар ағзада көптеген қызметтер атқарады, соның ішінде негізгі 10 қызметін айрықша атап өтуге болады. Әрі қарай біз осы 10 қызметін сипаттайтын боламыз. Ең бірінші қызметі ол бізде құрылымдық қызметі. Бірінші ол құрылымдық қызметі. Так, бұл қызметіне біз айрықша мысал ретінде тірек қимыл жүйесінің құрылымын айтсақ болады. Тірек қимыл жүйесіне бізге не жататын еді? Сүйектер, шеміршектер, дәнек ерітіндері және бұлшықеттер жатады. Осы аталған жүйелер мен құрылымдардың, ағзалардың көптеген негізгі бөлігін осы биологтар құрайды екен. Мысалы, сүйек тініндегі осеин биологы, аралық дәнек ерітіндердегі коллаген биологтары, сонымен қатар қан тамырлық қабырғасын құруға қатысатын иілгіш эластин биологтары, тіс эмаліндегі дентин биологы және тағы да басқа көптеген биологтар. Олар аталған осы құрылымдардың негізгі қаңқасын құрап, онда тіректі құрылымдық қызмет атқарады және олардың жалпы құрылымның қалыптасуына атсалысады. Бұл бірінші қызметі болды. Енді екінші қызметін айтайық. Екінші қызметін біз қорғаныш қызметін айтсақ болады. Қорғаныш қызметі. Бізде ағзамызда антиденелер бар. Немесе иммуноглобулиндер. Бұл антиденелер бізде иммунды клеткалармен синтезделіп, көптеген инфекциялық бактерия, вирустарға қарсы әсер етеді. Яғни инфекциядан біздің ағзамызды қорғайды. Келесі мысал ретінде біз бұларға қан ұю жүйесіндегі фибриноген және тромбин биологтарын айтсақ болады. Бұлар ағзамызда мысалы бір жеріміз жарақат алып, қан кету болып жатса, қан тамырлары зақымдалып, осы биологтар барады да сол жердегі қан ұюына қатысып және ағзаны қан кетуден қорғайды. Осындай биологтардың атқаратын қорғаныш қызметі бар. Үшінші қызметіне келсек, үшінші қызмет ретінде біз тасымалдау қызметін айтайық. Тасымалдау. Мысал ретінде альбумин биологын келтіруге болады. Альбумин биологы. Альбумин бұл қанда болатын биолог. Оның негізгі қызметі бұл қанда жүретсе, бауырдан тіндерге қарай бос май қышқылдарын
витаминдер, сонымен қатар холестерин тасымалына қатысады. Яғни осы заттарды байланыстырып ол өзі қажетті тіндерге тасымалдайды. Сонымен қатар қанда болатын бізде гемоглобин. Гемоглобин естеріңізде болса, ол оттегін байланыстырып тіндерге тасымалдайды. Сол тіндегі артық СО2 газдарын өзіне алып өкпеге қарап тасымалдайды. Сонымен қатар мысалы бізде трансферин белогы бар. Ол да қан белогы. Трансферин белогының негізгі қызметі бұл темір тасымалына қатысу. Осы жерде тағы төртінші қызметіне тоқталып өтсек болады. Төртінші қызметі ол тыныс алу қызметі. Тыныс алу қызметіне де бұл жерге біз гемоглобинді жатқызамыз. Себебі гемоглобин бұл өкпеден оттегі газын өзіне қосып алып тіндерге қарай тасымалдайды. Тіндердегі зат алмасудың соңғы өнімі ретінде көмірқышқыл газын өзіне байланыстырып, оны обратно өкпеге қарай тасымалдап, әрі қарай тыныс алу жолдары арқылы сыртқа шығаруын қамтамасыз ететін еді. Сонымен қатар бізде миоглобин белогы бар. Миоглобин белогының ерекшелігі ол тіндерде болатын белог. Ол гемоглобинмен келген оттегіні тіндерде тұрып күтіп алады да, оны тіндердегі энергия синтезделетін орындарға, әсіресе митохондрияға қарай тасымалдау қызметін атқарады. Осылай екі белок негізінде бізде белоктар арқылы тыныс алу қызметі жүзеге асады. Келесі бесінші қызметі. Бесінші қызмет ретінде белоктардың жиырылғыштығын айтсақ болады. Жиырылу қызметі. Жиырылу қызметіне мысал ретінде біз бұлшықеттердегі актин, миозин белоктарын мысалға келтіре аламыз. Біздің дәл қазіргі кезде қозғалысымызды қамтамасыз етіп тұрған осы бұлшықеттердегі актин, миозин белоктарының бір-бірімен әрекеттесіп, олардың ұзындықтарының ұзару және қысқару әрекеттеріне сай біздің қазір денеміз қозғалысқа келуде. Бұл актин мен миозиннің жиырылғыштық қасиетіне байланысты. Сонымен қатар клеткаларда болатын тубулин белогында осы жиырылғыштыққа мысал ретінде аламыз. Тубулин бұл клеткалардағы микротүтікшелер де болады, және олар жасушаның қозғалыстығын, жасушаның жиырылып, өзінің формасын өзгертуін, және де митоз процесі кезінде білеміз, бізде клеткалар бөлініп көбейеді. Сол кезде клеткалардың әсіресе хроматиндердің бір-біріне тартылып екі жаққа бөлінуін осы бізде микротүтікшелердегі тубулин белогы реттейді екен. Келесі қызметі, алтыншы қызмет ретінде біз катализдік қызметін айтсақ болады. Катализдік қызметі. Бұның жарқын мысалы ол әрине бізде ферменттер. Ферменттер, олар табиғаты белок тектес құрылымдар деп біз ферменттер тақырыбында да айтып өткен болатынбыз. Бұлар адам ағзасындағы барлық химиялық процестерге қатысады, және сол реакциялардың бір бағытта және пайдалы әсермен жүруін жүргізетін еді. Бұған көп тоқталудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Келесі қызметіне өтейік. Келесі қызметі ол бізде реттеуші қызметі. Реттеуші қызметіне мысал ретінде біз қандағы гормондарды айтсақ болады. Гормондар бұл ерекше биологиялық белсенді заттар, гормон өндіретін эндокринді бездермен синтезделетін. Олардың табиғаты әртүрлі болуы мүмкін. Соның ішінде табиғаты амин қышқылы немесе белок болып табылатын гормондар да бар. Соның мысал ретінде біз инсулин гормоны айтсақ болады. Инсулин гормоны ол қандағы глюкоза деңгейін реттейді. Артық глюкозаны қаннан тіндерге өткізіп, бізде ағзада гипергликемия, яғни қанда глюкоза деңгейінің жоғарылауынан алдын алады. Осылай бізде қандағы глюкоза деңгейін реттейді. Екінші мысал ретінде біз клеткалардағы рецепторларды айтсақ болады. Рецепторлардың көп бөлігі бізде белоктық құрылымдар болып келеді. Рецепторлар сырттан келген жүйке жүйесімен және эндокринді жүйедегі гормондардан келген сигналдарды қабылдап алып, оны клетканың ішкі құрылымдарына жеткізеді. Сол арқылы клетканың ішіндегі процестердің, клетканың тіршілік циклын реттеуге атсалысады. Енді белоктардың 8-ші қызметіне келейік. 8-ші қызметі бізде электротрансформация деп аталады. Электротрансформация. Бұл дегенімізде электротрансформация дегеніміздің бұны қысқаша АТФ энергиясын өндіру деп айтсақ болады. АТФ бұл клеткалардағы негізгі энергия көзі. АТФ митохондрияда синтезделеді көбінесе, және сонда синтездеуге митохондрияда бізде көптеген ферменттік құрылымдар қатысады. Бұның ішінде
бізде олар цитохром ферменттері, одан кейін бізде нат, фат ферменттері және жоғарыда айтқан миоглобин белоктары да бізде оттегін тасымалдау арқылы осы АТФ энергиясының қалыптасуына атсалысады. Осындай белоктекті құрылымдар бізде АТФ энергиясын субстраттардан алуға рөл ойнайды, соны біз электротрансформация деп атаймыз. Белоктардың сонымен қатар 9-шы қызметіне келейік. 9-шы қызметін біз генетикалық ақпарат. Белокты құрылымдар генетикалық ақпараттың сақталуы мен оның ұрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. Бұл қызметті бізде белоктардың ішінде күрделі белоктар, нуклеопротеидтер, яғни ДНК мен РНК құрылымдары қамтамасыз етеді. ДНК білесіздер, бұл ядродағы генетикалық ақпараттың негізгі өлшемділігі. Мұнда көптеген ақпараттар жазылған және олар сақталады, яғни ағзадағы барлық процестердің негізін құрайды және оны ұрпақтан ұрпаққа осы белгілер мен қасиеттердің таралуын қамтамасыз етеді. Сонымен және соңғы қызметі бізде белоктардың ол энергетикалық қызметі. Энергетикалық қызметі. Біз мектеп программасында да оқығанбыз бұны. 1 грамм белок ыдыраған кезде 17-де 6 килоджоуль энергия бөлінеді. Сонымен қатар ертең алдағы сабақтарда өтесіз энергия алмасу деген тақырыпта. Сол жерде бізде Кребс циклы, биологиялық тотығу және тотығудан фосфорлану деген көптеген АТФ энергиясы түзілетін процестер бар. Сол жердегі бізге Кребс цикліне қатысатын субстрат SH3, СО, СКОА. Яғни бізде ацетил кофермент А. Осы бізде энергия көзі болып табылады. Осы заттың синтезделуі де бізде белоктармен, соның ішінде амин қышқылдары мен кето қышқылдарының қатысында жүреді. Осындай бұл негізгі энергия көзі болмаса да, бізде ағзада энергетикалық процестерге жұмсалады. Осындай оның қызметін біз айрықша атап өте аламыз. Біз жоғарыда айтып өттік, адам ағзасында көптеген түрлі белоктар кездеседі және олар түрлеріне де байланысты, олардың да молекулалық массасы әртүрлі болып келеді екен. Жалпы табиғатта белоктардың массасы 6000 дальтоннан 10 миллион дальтонға дейін ауытқиды екен. Бірақ соған қарамастан белокты құрылымдардың элементтік құрамы біркелкі болады. Яғни барлық белоктардың 53%-дай үлесін көміртегі, 22%-ын оттегі, 16%-ын азот, 7%-ын сутегі және 2%-ын күкірт құрайды екен. Бірақ осы 5 элементтің ішінде азоттың тұрақтылығы өте жоғары. Сол себепті біз осы азоттың көмегімен зерттелейін деп жатқан белоктың массасын есептей алады екенбіз. Ол үшін арнайы формула бар. Ол белок массасы тең, соның құрамында азоттың массасы көбейтілген 6/25. Яғни 6/25 бұл зерттеу нәтижесінде уже есептеліп оған коэффициент. Оны біз белоктық коэффициент деп атаймыз. Біз осы формула арқылы белоктың массасын есептей алады екенбіз. Енді әрі қарай біз белоктың құрылымы туралы айтатын боламыз. Біз жоғарыда айтып өттік, белоктар бұл табиғи полимерлер болып келеді. Полимер, яғни оның мономері бар. Белоктың мономер ретінде амин қышқылдары рөл ойнайды. Адам ағзасындағы белоктар олар альфа амин қышқылдарынан құралады. Табиғатта альфа амин қышқылдарының 20 түрі бар. Және сіздерде сонымен қатар ертең аралық бақылауларда, немесе сабақтың өзінде есептер келеді. Яғни дипептидтер, трипептидтерді құраңыз деген. Олар дипептид, яғни 2 амин қышқылынан тұратын пептид. Трипептидтер олар 3 амин қышқылдан тұратын пептидтері. Біз олардың формуласын жазу үшін біз жеке амин қышқылдарының формуласын білуіміз керек. Яғни біз 20 осы амин қышқылының формуласын жаттауымыз керек. Оны қалай жаттаймыз? Қазір мен келесі бөлімде амин қышқылдарының құрамын қалай жаттағанын өзімнің әдісімді көрсетемін. Сол егер сіздерге тиімді болса, солай жаттап алсаңыздар болады. Сонымен амин қышқылдары жайлы айтсақ. Амин қышқылдары бұл белоктардың мономерлері болып табылатынын білдік.
Жалпы белоктық құрылымдар бізде 20 түрлі амин қышқылынан тұрады. Соның ішіндегі именно альфа амин қышқылдары. Альфа амин қышқылдары дегенімізде, альфа амин қышқылдарды біз карбоксил тобы да, амин тобы да бір көміртекке жалғанған кездегі жағдайды айтамыз. Яғни барлық 20 амин қышқылының құрылысы бастапқы бірдей басталады. 20 амин қышқылының бір-біріне айырмашылығы ол көміртекке үшінші болып жалғанатын радикалдардың құрылыс ерекшеліктеріне байланысты болады. Сіздерге қазір осы 20 амин қышқылының формуласын қалай жаттауға болатын бір жолын көрсетемін. Ол яғни осы жалғанатын радикалдары бойынша ұқсас амин қышқылдарды бір топқа жинау және сол топтың ішінде оларды өз ішінара бір-бірінен айырмашылық беріп талқылау. Яғни осы радикалдар бойынша енді амин қышқылдарын топтасақ, солай олардың формуласын жаттау жеңілге соғады деп ойлаймын. Бірінші тобы ол радикалдары алифатты көмірсутектер болып табылатын амин қышқылдары. Бұл топқа 5 түрлі амин қышқыл жатады екен. Жаңа 20 амин қышқылының 5-і осы топқа жатады. Олар бізде глицин, аланин, валин, лейцин және 5-ші ол бізде изолейцин. Біз айттық жоғарыда, альфа амин қышқылдарының құрылысы барлығы басында бірдей болып басталады. Яғни NH2, CH, COOH. Яғни барлығының химиялық құрамын біз бастапқы бөлігін бірдей қылып жазып алсақ болады. Именно осы тізбекке байланысты біз бұларды альфа амин қышқылдарына жатқызамыз деп айттық. Енді бұларға жалғанатын үшінші радикал тобының құрылысына келеміз. Бірінші глицин. Глицин бұл ең қарапайым құрылысты амин қышқылы. Оған радикал ретінде сутек орналасады. Бірақ біз бұны сутекті бөліп жазбай-ақ жоғарыда көміртекке қосып, оны CH2 деп жазып жіберсек болады. Яғни глициннің формуласы NH2, CH2, COOH. Аланин. Аланинге метил тобы жалғанады. Қаныққан көмірсутек. Валин. Валинге 3 атомды алифатты көмірсутек жалғанады. Оның радикалының формуласы осындай. Оның 3 атомда жалғанған радикал көмірсутегі. Так, лейцин. Лейцинге 4 атомда қаныққан көмірсутек жалғанады. Оның формуласы осындай. Ал изолейцинге де 4 атомда көмірсутек жалғанады. Бірақ атайтып тұрғанда оның изомерлік бір түрі болады. Міне, бұл бізде алифатты көмірсутекті радикалы бар амин қышқылдары. Алифатты деген бұл қаныққан көмірсутек, яғни тек қана бір байланыспен байланысатын және құрамында көміртек және сутек қана болатын химиялық құрылымдарды айтамыз. Глицин, NH2, CH2, COOH. Аланинде бізде CH3 жалғанда. Валинде 3 атомды көмірсутек жалғанда. Лейцинде 4 атомды көмірсутек, изолейцинде де 4 атомды көмірсутек, тек қана оның бір изомерлік формуласы. Осы топта 5 амин қышқылдарының формуласын бір-бірімен салыстыру арқылы кезекпен жаттап алсаңыздар болады. Яғни кезегін білсеңіздер глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин деп. И кезек бойынша олда құрамында көміртек саны арта беретін көресіздер. Глицинге тек қана сутек жалғанады, аланинде уже бір көміртек, валинде 3 жалғанады, лейцинде 4, и изолейцинде 4 деп осылай көз алдыңызда визуалды түрде жаттауға болады. Келесі топша ол радикалдар функционалды топшалар болып табылатын амин қышқылдары. Жалпы 6 түрлі функционалды топша бар.
Соны ары қарай жалғастырсақ, бірінші топша ол гидроксил тобы, яғни OH алған атомдар. Оның екі өкілі бар, серин және трианин. Бірінші сериннен бастаймыз. Ода радикал ретінде, жаңа бастапқы химиялық құрылымы. Оны уже біліп алған шығарсыздар. Соған қандай радикал жалғанады? Оған CH2 OH деген радикал жалғанады. Яғни бұл сериннің формуласы. Ал трианиннің формуласы қандай? Трианин формуласы OH CH3. Яғни екі көміртек, соны тұрған бірінші көміртегіне гидроксил тобы жалғанады. Одан кейін екінші функционал тобы бұл карбоксил тобы. Яғни өзінің бастапқы тізбегіндегі карбоксил тобынан бөлек тағы бір карбоксил тобы бар деген сөз. Аспарагинде ол CH2 SOOH радикалы. Ал глутамин қышқылында ол бізде CH2 SOOH. Мұнда бір метил тобы болса, мұнда екі метил тобы бар. Соған SOOH жалғанады. Бұлар қышқылдар, аспарагин қышқылдар және глутамин қышқылдар. Сонымен қатар қышқыл деген сөз жоқ, тек қана аспарагин және глутамин амин қышқылдары бар. Олардың ерекшелігі ода амид тобы болады. Амид тобының формуласы ол SONH2. Яғни мына жердегі OH-тың орнында NH2 амин тобы болады. Олардың яғни формуласы осыған ұқсас, тек қана мұнда CH2 SONH2 болады. Глутаминде де CH2 и SONH2. Осылай жіктеп жазсаңыздар да болады, немесе сразу SONH2 деп жалпы жинақтап жазсаңыздар да болады. Сіздерге түсінікті болсын деп осылай шашып жаздық. Ең төртінші топ олар функционал топ күкірті барлар. Күкірті бар амин қышқылдары болып табылады. Бірінші цистеин. Цистеиннің формуласы ол CH2SH. Формуласы осындай, ал метионинде ол CH2SH3. Бұл метиониннің формуласы, радикалының құрылысы осындай. Радикалы функционалы топша болып табылатын амин қышқылдар тобын ары қарай жалғастырамыз. Келесі топша ол бізде амин тобы, яғни негізгі амин тобынан болса, тағы қосымша амин тобы бар. Амин қышқылы, оның бір өкілі бар, ол лизин. Оның формуласы, яғни оның радикалында CH2 4 рет жазасыздар, оны қысқартып жақшаңызда 4 деп жазса болады. И соған жалғанған қосымша амин тобы NH2 бар. Бұл лизиннің формуласы. И келесі бізде гуанид тобы, оның да бір өкілі бар, ол аргинин. Яғни аргининге гуанид тобы жалғанған. Гуанид тобының формуласы қандай? Так, бұның радикалы CH2-ден бұда 3 рет қайталанады. Одан кейін барып азот, NH, одан кейін көміртек, көміртекке қос байланыспен байланысқан NH және төменде NH2 амин тобы. Бұл аргининнің формуласы болды. Енді біз амин қышқылдардың келесі тобына өтеміз. Ол яғни радикалы, ароматты радикал болып табылатын амин қышқылдары. Оның екі өкілі бар. Олар фенилаланин және тиразин. Фенилаланин бізде 16-шы амин қышқылы. Бұның радикалы CH2-ге жалғанған бензол сақинасы. Ал тиразиннің формуласы ол метил тобы арқылы жалғанған бензол сақинасын жазасыздар және оның келесі үшіні гидроксил тобын жалғайсыздар. Бұл тиразиннің формуласы болады. Тиразин бізде енді бұл 17-ші амин қышқылы. Келесі топшы радикалдары гетероциклді радикалдар болып табылатын құрылымдар. Оның екі өкілі бар. Гистидин және триптофан амин қышқылдары. Олар яғни гетероциклді деп тұр, құрамында қандай да бір сақиналы құрылымдар болады. Гистидинде ол радикал формуласы, келесіде CH2 и осыған жалғанған пентаграммасы жазасыздар. Және осы пентаграмманың екі төменгі бұрышында азот болады. Бір жағында азоттың өзі ғана, екіншісінде сутекпен байланысқан азот. Енді сутегі жоқ азот жаққа сіздер бір сақина қоясыздар және жоғарыға бір сақина қоясыздар. Осы бізде гистидиннің формуласы. Одан кейін триптофан. Триптофанда радикал ол
са шекімен жалғанған, мұнда да 5 сақинаны жазасыздар. Енді оның ұшында азот орналасады және екі бүйірінде екі қос байланыс болады. Және осыған тағы 6 пошта сақинаны жазасыздар. И оның қарама қарсы екі бетіне қос байланысты орнатасыздар. Бұл триптофанның радикалы. Және соңғы қалған амин қышқылы бізде имин қышқылы радикалды амин қышқылы өкілі пролин. Пролиннің формуласы кішкене ерекшеленеді. Бұл жерде жалғанатын радикал көміртекпен қатар қайтадан азотқа да жалғанады екен. Осы бізде тұйық сақина құрайды. Сол себепті бұл жерде оның азоттық бөлімі ол NH емес NH болады. Мұнда бір байланыстың орнына. Жалпы осылай біз амин қышқылдарының 20 амин қышқылының құрылысын жазып бітірдік. Сонымен біз амин қышқылдарының құрылысын талдап біттік. Енді олардың жеке-жеке қасиеттері бойынша жіктелуіне келсек, амин қышқылдарын біз ағзадағы синтезделуіне байланысты екі топқа бөле аламыз. Олар алмаспайтын амин қышқылдары және алмасатын амин қышқылдары. Алмаспайтын және алмасатын. Алмаспайтын амин қышқылдарының саны 8. Ал алмасатындар қалған 12-сін құрайды. Бізге маңыздысы осы 8 алмаспайтын амин қышқылын білу. Олардың өкілдері. Бұларға бізге не жатады? Олар бізде валин, лейцин, изолейцин, одан кейін бізде метионин, трианин, триптофан, фенил, аланин және 8-ші ол бізде лизин. Бұл бізде 8 алмаспайтын амин қышқылдары. Алмаспайтын амин қышқылдары деп біз қандай амин қышқылдар айтамыз? Бұлар тек тамақпен ғана түсетін, яғни ағзада синтезделмейтін амин қышқылдары. Бұларды біз күнделікті тағаммен, ет тағамдарымен қабылдап отыруымыз керек. Алмасатын амин қышқылдарын өзін біз тағы 3 топқа жіктей алады екенбіз. Олар бізде шартты алмасатындар, бөліктік алмасатындар және абсолютті алмасатындар. Шартты алмасатындар деп біз қандай амин қышқыл айтамыз? Бұның екі өкілі бар. Олар бізде цистеин амин қышқылы мен тиразин амин қышқылы. Бұлар адам ағзасында синтезделеді, бірақ өте төмен концентрацияда, өте төмен мөлшерде синтезделеді екен. Сол себепті ағза өзінің бұл амин қышқылдарына деген қажеттілігін ағза өзінің өндірумен қатар сыртқы тағамдармен де қабылдап отыру керек екен. Сол себепті бұлар шартты алмасатын амин қышқылдар деп аталады. Ал бөліктік алмасатын амин қышқылдар оларда екеу. Оған аргинин мен гистидин амин қышқылдар жатады. Бұлардың бөліктік алмасу деп аталуы, бұлар жаңа туған сәбилер мен ерте жастағы балаларда олардың ағзасында синтезделмейді екен. Яғни олардың ағзасы қабілетсіз бұл амин қышқылдар синтездеуге. Сол себепті балалар бұл екі амин қышқылын тек тағаммен бірге қабылдап отырады. Сол себепті бұл екі амин қышқылын балалардың алмаспайтын амин қышқылдары деп атайды. Яғни ересекте алмаспайтын амин қышқылдар 8 болса, балаларда ол 10. Тағы мына екі амин қышқылының қосылуына байланысты. Қалған бізде 8 амин қышқылдар абсолютті алмасатын амин қышқылдары. Яғни оларды біздің адам ағзасы синтездеуге қабілетті болып келеді. Енді біз амин қышқылдарынан тұратын пептидтердің құрылымдары және олардың химиялық сипаттамалары туралы айтатын боламыз. Бірнеше амин қышқылдарының қосылуынан құрылатын құрылымды біз пептидтер деп атаймыз. Оларды құрамындағы амин қышқылдардың санына байланысты шартты түрде 3 топқа бөлуге болады. Олар бізде олигопептидтер, олигопептид, полипептид және белоктар. Олигопептидте біз 2-ден басталып 10-ға дейін амин қышқылы болатын пептидтер айтамыз. Полипептидтер ол 10-нан 50-ге дейін болатын
ал уже 50-ден жоғары болатын болса саны, онда біз оларды шартты түрде белоктарға жатқызамыз. Сонымен қатар сіздерде енді тапсырмаларда дипептид және трипептид осылардың құрылыстарын жазыңыз, химиялық құрылымын, және де олардың сипаттама беріңіз, зарядына, қышқылы сілтілік қасиетіне және изоэлектрлік нүктесін анықтаңыз деген сіздерге тапсырмалар келуі мүмкін. Біз енді әрі қарай сол туралы әңгімелесек. Сіздерге дипептид пен трипептидтің құрылысы жаз деген кезде олардың амин қышқылды құрамын беріп қояды қысқартылған түрде. Мысалы, әрі қарай трипептидтер негізінде қарастырсақ, сіздерге берді сер, мысалы, гли, асып. Бұлар амин қышқылдарының қысқарған түрі. Сер, серин, гли, глицин, аспарагин қышқылы. Амин қышқылдардың қысқартылуы басындағы 3 әріп негізінде болады. Тек қана бұл жерде ерекшелігі аспарагин қышқылы мен глутамин қышқылында асп, глу болып қысқартылса, ал аспарагин мен глутаминнің өзінде олар N мен аяқталады. Ас, N, и GLN. Осы екеуін шатастырып алмаңыздар. Қалған бәрі басындағы 3 әріппен қысқартыла береді. Енді бізге осындай тапсырма берілді. Мысалы, серин, глицин, аспарагин қышқылынан тұратын трипептид. Осының химиялық құрамын жазыңыз деді. Химиялық құрамын қалай жазамыз? Бұл кезде біз 3 амин қышқылдан тұратын негізгі тізбегін жазып алсаңыз болады. NH2, SH және SOOH. Келесі глициндікі NH2, SH, SOOH. Және үшінші аспарагиндің NH2, SH, SOOH. Трипептид. Трипептид өз ішінде амин қышқылдары пептидтік байланыс арқылы байланысады. Сол пептидтік байланыс қалай жүзеге асады? Ол мұндағы SOOH пен бірінші амин қышқылдағы SOOH карбоксил тобы мен екінші амин қышқылдарда амин тобы арасында құрылады екен. Ол кезде біріншіде карбоксил тобынан OH кетеді, NH2-ден бір сутек кетеді, олар су ретінде бөлініп кетеді, қалған бөліктері бізде байланыс құрады. Сол байланысы бізде пептидтік байланыс деп атайды екен. Сол пептидтік байланыс қалай құрылады бізде? Яғни мұнда SO қалды, ал мұнда NH қалды. Қалған бөлігі жалғанады. Сонда осы жерде түзілген біз мынау SO-NH байланысы пептидтік байланыс деп аталады. Жазып қойсақ, пептидтік байланыс. Пептидтік байланыс. Келесі екі амин қышқылдарында да байланысты біз солай құрамыз. SO және NH. Қалған бөлігін жалғай саласыздар. Енді әрқайсының өзінің жеке-жеке жаңа радикалдарын жазып, бұл жерде амин қышқылдарын бір-бірінен бөлу үшін бұлай шартты түрде бөліп қояйық. Мынау бізде қазір сериннің радикалын жалғаймыз, мұнда глициннің, ал мұнда аспарагин қышқылының жалғауын жалғаймыз. Так, серинде бізде бұл гидроксил тобына жататын амин қышқыл еді. Яғни ода гидроксил тобы бар. Глицин ең құрылысы қарапайым деп айтты, ол жерде сутек жалғанады. Сутек жерге SH2 деп жазылған. Аспарагинде қосымша карбоксил тобы болады. SH2, SOOH. Осы бізде міне трипептидтің құрылысы болды. Енді сіздерге айтады бірінші, осы трипептидтің зарядын анықтаңыз деп келеді. Бұның зарядын қалай анықтаймыз? Зарядын анықтау үшін олар сулы ортада диссоциацияланатын бөліктерін іздейміз. Сулы ортада бізде карбоксил топтары және амин топтары диссоциацияланады екен. NH2, мұнда SOOH, және мұнда тағы бір SOOH тобы бар. Сол жіктеген кезде, так, мұнда сутек бөлім шығады да, карбоксил топтары бізде теріс зарядталады. SOO минус плюс сутек. SOO минус плюс сутек. Ал амин тобы керісінше бір сутек қосып алады, сөйтіп NH3 плюске айналады. OH-тарда
мына OH тобы, сонымен қатар жаңағы күкірт тобы барлар, және қосымша амин тобы барлар, олар да диссоциациялануға ұшырайды. Әсіресе амин тобы да диссоциациялануға ұшырайды, бірақ OH тобы, гидроксил тобы мен күкірт тобы бар құрылымдар диссоциациялануға ұшырау үшін оларға белгілі бір pH ортасы керек екен. Біз қазір сулы ерітіндіде, яғни pH 7-ге тең болған кездегі жағдайда қарастырамыз. Ол кезде тек амин тобы мен карбоксил топтарын ғана диссоциацияға ұшыратасыздар. Мұнда енді қараймыз, диссоциацияға ұшыраған кезде екі теріс зарядты көріп тұрмыз, және бір оң зарядты көріп тұрмыз. Екі теріс заряд плюс бір оң заряд, ол бір теріс зарядты құрайды, дұрыс па? Сонда бұл амин трипептидтің заряды ол бір теріс заряд деп бересіздер. Немесе минус бір заряды минус бір деп жазып берсеңіздер болады. Екінші, сіздерге қышқылды сілтілі ортасын немесе pH-ын қай жерде жатыр, соны табыңыз деп келеді. Сәйкесінше бұл жерде бір негіздік және екі қышқылдық қалдықты көріп тұрмыз. Және біз бұл жерден бірден жасақ болады. Оның қышқылды сілтілік ортасы ол қышқылдық орта. Немесе pH қышқылдық ортада 7-ден төмен деп жазып берсеңіздер болады. Және үшінші сипаттаманы сұрайды сіздерден. Изоэлектрлі нүкте. Изоэлектрлік нүкте дегеніміз не? Изоэлектрлік нүкте дегеніміз осы трипептидтің заряды 0-ге тең болатын жаңағы ерітіндінің ортасын айтады. Мысалы, қазір біз бейтарап ортада pH 7-ге тең болғандағы сипаттаманы айттық. pH 7-ге тең болғанда оның заряды минус 1-ге тең болады екен. Яғни қандай жағдайда оның заряды минус 1 емес 0-ге тең болады. Сол жағдайда біз изоэлектрлік нүктесін анықтаймыз. Яғни осы амин қышқылы үшін біз изоэлектрлік нүктені қалай анықтаймыз? Изоэлектрлік нүктені PI деп белгілейді. Бұл PI тең болады. Әрбір мұндағы активті жаңағы заряды бар бөліктер бар ғой, солардың константаларының үшеуінің константасын қосып, соны сол үш санына, яғни неше константа бар, соның санына бөлеміз. Бұл жерде әрбір иондар үшін тұрақты константа шамалары бар. Оны сіздер арнайы кестелерден таба аласыздар. Медиконға инстасториске салуға тырысамын кестені. Әрбір осы карбоксил тобы амин топтарының белгілі бір өзінің белгіленген мөлшері бар. Әрбір амин қышқылы үшін. Яғни біз осы амин қышқылы үшін қазір есептеп көрейік. Жазамыз. И кестеден қарап анықтаймыз. Мысалы, бізде аспарагиндегі карбоксил тобы, бірінші карбоксил тобы үшін, яғни негізі карбоксил тобы үшін айталық, ол 2-де 2-ге тең. Қосамыз. Оның қосымша жалғанған карбоксил тобы үшін 3-ге тең деп алайық. Бұл енді жуық шамалар. Нақты цифрларды сіздер кестеден көре аласыздар. Ал амин тобы үшін онда 4-ге тең деп алайық. И осыны біз 3-ге бөлеміз. Қосайық, 10-да 4, 13-де 4, 15-де 6 болады. 15-де 6-ны 3-ге бөлсек, 5-де 2 болады. Сонда бұның изоэлектрлік нүктесі pH 5-ге тең болғандағы ортада жатыр. pH 5-ге тең болған кезде бұл оның осы трипептидтің заряды 0-ге тең болады екен. Егер мысалы айталық, бұл жерде ана жерде глицин емес, лизин болсын дейік. Лизин болғандағы жағдайды қарастырайық. Лизин болса, оның радикалында қосымша амин тобы болады. Қараңыздар. Радикалында CH2-ден 4 и NH2. Яғни тағы бір қосымша амин тобы бар. Бұл да сулы ортада диссоциацияланып, оң зарядқа ие болады. Сонда бізде 2 теріс заряд және 2 оң заряд қалыптасады. Дәл осындай жағдайда екеуі бір-бірін бейтараптайды, сонымен оның заряды 0-ге тең болады. Қышқылдық сілтілік ортасы оның 2
оң заряд, екі теріс заряд болғандықтан айтасыздар ол жерде бейтарап орта дейсіздер. Бейтарап орта ғой, екі теріс заряд, екі оң зарядты бейтараптап тастады. Осылай бейтарап ортаға ие болады. И оның изоэлектрлік нүктесін есептеуге де болады, бірақ немесе оны жуықтап алып, оның изоэлектрлік нүктесі 7-нің айналасында жатыр деп те алсаңыздар болады. 6-да 9 шығуы мүмкін, егер дәл мысалы мән жерін есептесеңіздер, 7-де 1 шығуы мүмкін, бірақ 7-ге жуық шамалар. Сол себепті заряда бейтарап ортада және қалыпты pH 7 болып есептегенде оның заряды әрдайым 0-ге тең болатын болса, онда оның изоэлектрлік нүктесі 7-те тең және ортасы бейтарап деп ала берсеңіздер болады. Енді қосымша амин тобы бар. Амин тобы, артық амин тобы бар жағдайды қарастырайық. Және бұл жерде біз аспарагинді өшіреміз. Аспарагинді өшірейік те, оның орнына аланин жазайық. Аланин. Бұл жерде енді аспарагиннің радикалдарын өшіреміз. Оның орнына аланиннің радикалын жазамыз. Аланиннің радикалы ол бізде CH3. Бұл жерде бізде не өзгерді? Бізде енді екі оң заряд пен бір ғана теріс заряд қалып кетті. Сонда оның заряды қазір плюс 1-ге тең болады. Екі оң заряд, бір теріс заряд, сонымен бір оң заряд қалады. Ортасын енді біз сілтілік, немесе негізгі орта деп аламыз. Негізгі орта. Және оның изоэлектрлік нүктесі енді 7-ден жоғары болады. Оны жаңа арнайы кестеден мән жерін көріп есептей аласыздар. Мысалы айтайық, бұл жерде оңға тең болсын негізгісінде. Қосымшаланған амин тобы үшін мысалы айтайық, онда 4-ке тең. И плюс карбоксил тобы үшін константа ол 2-де 2-ке тең. И қанша саны үшеу ма? 3-ке бөлеміз. Қанша болады? 20-да 4, 22-де 6. Оны 3-ке бөлсек, жоқ, шамамен 7-де 5 шығады. Яғни оның изоэлектрлік нүктесі 7-де 5. Яғни жоқ шамамен деп алсақ болады, 7-де 5-ке тең, яғни 7-ден жоғары сілтілік ортада жатыр изоэлектрлік нүктесі. Изоэлектрлік нүктені есептеудің ерекшелігі осыда. Константаларды қосып, оның орта мәнін табу. Бұл жерде біздің білуіміз керек, тек қай амин қышқылында қандай иондар диссоциациялануға ұшырайды. Яғни олар бізде қосымша амин тобы бар, лизин, одан кейін қосымша карбоксил тобы бар, глутамин қышқылы мен аспарагин қышқылдары, және де бізде гуанит тобы бар, аргинин. Осы амин қышқылдардың функционалды топтарында бізде иондар, теріс және оң зарядталатын иондар қалыптаса алады. Егер осы амин қышқылдарына бар трипептидтердің формуласы келетін болса, сіздер жаңағы екі ұшындағы екі радикалмен қатар осы жалғанатын радикалдарындағы қосымша функционалды топтарды диссоциациялауды ұмытпаңыздар. Бұл жерде тағы бір айтылып өтетін мәселе, егер осындай 3 амин қышқылы беретін болса, оның әрдайым N ұшы және S ұшы деген болады. Яғни N ұшы бірінші қандай амин қышқылынан бастап жазу керек. Және соңғы S ұшы, яғни қандай амин қышқылымен аяқталады деген сөз. N ұшы дегеніміз, яғни NH2 мен қайсысы басталады, және SOH мен қайсысы аяқталады деп беріледі. Осылай, егер N үш амин қышқылының атын беріп, S мен аяқтап қойса, бұл не екен деп түсінбей қалмаңыздар деген ғой. N яғни қай амин қышқылынан басталып, S ұшы қай амин қышқылынан бітеді дегенді білдіреді. Келесі талдайтын мәселеміз бұл белоктардың құрылымдары мен ондағы құрылымды қамтамасыз ететін байланыс түрлері. Белоктың жалпы 4 түрлі құрылымына ажыратады. Олар шартты түрде бірінші реттік құрылым, екінші реттік, үшінші реттік және төртінші реттік құрылымдар деп аталады. Енді осы әрбір құрылымға жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Так, бірінші реттік құрылым. Қысқартып жазамын, бірінші реттік құрылым. Бірінші реттік құрылымның пішіні бұл жіп тәрізді болып келеді, яғни сызықты деп атайды, немесе осындай құрылымда болып келеді. Бұның ерекшелігі, яғни амин қышқылдары осындай бір тізбек бойында орналасады. Және оны біз
жоғарыда да айтып өттік. Бұл кезде әрбір амин қышқылының арасында пептидтік байланыс болады дедік. Мына жерде мысалы бір амин қышқылы орналасқан. Ол пептидтік байланыс арқылы екінші амин қышқылымен байланысады. Дұрыс па? Ары қарай тағы ол пептидтік байланыс арқылы үшінші амин қышқылымен жалғасады. Солай бұлар бір-бірімен жіп тәрізді жалғасып кете береді. Сонда бірінші реттік құрылымда қамтамасыз ететін байланыс түрін сіздер пептидтік байланыс деп жазып бересіздер. Пептидтік байланыс. Енді екінші реттік құрылымға келейік. Екінші реттік құрылымның екі түрлі формасы бар екен. Екінші реттік құрылымда бізде пептидтер немесе белоктар спираль тәрізді орналасады. Спираль тәрізді. Немесе бүктелген қағаз секілді. Осында зигзаг құрып орналасады екен. Екінші реттік құрылымның қалыптасуына сутектік байланыс маңызды рөл ойнайды. Сутектік байланыс. Ол қалай жүзеге асады? Ол былайша жүзеге асады екен. Мынау жаңағы жіп тәрізді орналасқан бірінші реттік құрылымдар бар ғой. Содағы бірінші амин қышқылында тұрған, мысалы СО пептидтік байланыстағы мынау оттегімен және бесінші тұрған амин қышқылдарындағы, мысалы арға жалғастырып жасақ SONH, осыдағы NH-тың сутегісі бір-біріне тартылады екен. Сөйтіп осы екеуі екі ретте тұр, осы екеуі бір-бірін тартады екен, жаңа сутекті байланыстарды қалыптастыру үшін. Содан біздің мынау жіп тәрізді болып тұрған жаңа пептидіміз, биологымыз жайлап енді тартылыс күшіне байланысты иіледі. Осылай мысалы бірінші пептидтік байланыс деп алайық, SONH және мұнда жаңағы бесінші амин қышқылының пептидтік байланысы. Осындағы міне оттегі мен сутегінің арасында сутектік байланыс орнайды екен. Яғни әрбір төртінші пептидтік байланыста, яғни бірінші амин қышқылы мен бесінші, екінші мен алтыншы, үшінші мен жетінші, и дәл солай кете береді. Осылай сутектік байланыстар орнау арқылы бізде спираль тәрізді құрылым пайда болады. Бұл құрылымды біз альфа спираль деп атаймыз. Альфа спираль. Ал екінші түрі ол бізде бетта құрылымды түрі. Бетта құрылымның ерекшелігі мұнда белгілі бір тәртіп болмайды. Яғни мұнда бірінші амин қышқылындағы мен мысалы жерде жетінші тұрған пептидтік байланыстағы сутек тартылуы мүмкін. Екінші тұрған амин қышқылы мен алтыншы тұрған, үшінші тұрған мен төртінші тұрған арасында осылай орналасуына байланысты, белгілі бір рет болмағанына байланысты. Олар осылай зигзаг түрінде әрбір бұрыштың екі жақынында тұрған сутектер бір-біріне тартылу арқылы құрылымдар осында құрылым қалыптасады. Яғни бұның ерекшелігі ол бұрышқа жақын жатқан пептидтік байланыстардың арасындағы сутектік байланыстың қалыптасуы. Сутектік байланыстар именно осы бұрыштарда қалыптасады. Содан бізде бетта құрылымдар қалыптасады. Екінші реттік құрылымның негізгі байланыс түрі ол сутектік байланыс деп жауап бересіздер. Енді әрі қарай келесі үшінші реттік құрылымға өтейік. Үшінші реттік құрылым. Біз жаңа айттық, спираль тәрізді орналасқан. Бір екінші құрылымды еске түсірейік. Спираль тәрізді орналасқан. Екінші реттік құрылым. Осы екінші реттік құрылымда енді басқа да
бізде функционалды топшылар бар. Сутек байланысынан бөлек, мысалы, жаңағы құрамында күкірті барларды алайық. Одан кейін құрамында жаңағы NH3 ұшы бар, мысалы. Сонымен қатар құрамында қосымша карбоксил тобылар бар. Мысалы, аспарген қышқылының қалдығы. Мұнда қосымша амин тобы бар. Мысалы, лизин. Осындай, мысалы, екі күкірттің арасы бір-біріне тартылып, дисульфиттік байланыс құруға тырысады екен. Дисульфиттік. Мына екі ион бізде иондық байланыс түзуге тырысады. Одан кейін бізде алифатты көмірсутектер бар. Мысалы, аланинде CH3 соңы бар, валинде CH3 2 осындай соңы бар. Бұлар бір-бірімен полюссіз байланыс. Полюссіз байланыспен тартылады. И осылай, олар бір-біріне тартылу арқылы енді спираль тәрізді құрылым өзгеріп, бұндай шумақталған бір етсіз құрылымға ие болады. Бұның бұлай құрылудың себебі, яғни күкірттің екі бір-біріне тартылуы, мұндағы иондардың бір-біріне тартылып байланыс орнатуы, мұндағы ковалентті полюссіз байланыстардың орнығуы. Осылардың салдарынан бізде екінші реттік құрылым енді үшінші реттік құрылымға ауысады. Үшінші реттік құрылымда қалыптастыруға қатысатын байланыс түрлеріне сіздер осы дисульфиттік иондық полюссіз байланыстарды айтып бересіздер. Әрине бұлар пептидтік байланыс пен сутектік байланысқа қарағанда өте әлсіз байланыстар болып табылады. Және үшінші реттік құрылымның құрылымы салыстырмалы түрде тұрақсыз болуы мүмкін. Соңғы қалған бізде төртінші реттік құрылым. Төртінші реттік құрылымның ерекшелігі. Олар бірнеше осында үшінші реттік құрылымдардың бір-бірімен бірігуінен құралады. Мысалы, үшінші реттік бір белок болса, мұнда екінші белок. Тағы мұнда үшінші белок орналасады. Енді бұл белоктар бір-бірімен тағы да сутектік байланыс, иондық байланыс және ковалентті полюссіз байланыс арқылы бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болады екен. Яғни бір белоктың карбоксил тобы мен екінші белоктың амин тобында мысалы сутекті байланыс орнауы мүмкін. Мұнда лизин қалдығы мен аспараген қалдығы бір-бірімен иондық байланыс орнатуы мүмкін. Немесе мұнда жаңағыдай полюссіз құрылымдар бір-бірімен ковалентті полюссіз байланыс орнатуы мүмкін. Осылай бізде бірнеше үшінші реттік құрылымдар бірігіп, тұтас бір белоктық құрылымды қалыптастырады. Оны біз төртінші реттік құрылым деп атаймыз. Төртінші реттік құрылымның қалыптасуына сутектік иондық полюссіз және тағы да басқа байланыстар қатысады деп жауап бересіздер. Және бүгінгі сабағымызда талқыланатын соңғы мәселе бұл денатурация және ренатурация процестері. Денатурация деп біз белоктық құрылымның бұзылысын айтамыз. Көптеген сыртқы және ішкі факторлар әсерінен белоктық құрылымдардың күрделі құрылымдары, яғни үшінші, төртінші және екінші реттік құрылымдары бұзылып, бастапқы бірінші реттік құрылымына дейін ыдырауы. Бұл бізде денатурация деп атады. Денатурацияға әкелетін көптеген факторлар бар. Оларды бізде денатурациялаушы факторлар деп атаймыз сәйкесінше. Оған ең бірінші кезекте температура жатады. Біз білеміз, температура бізде белоктық құрылымдарды соның ішіндегі пептидтік, полюссіз, сутектік байланыстарды үзіп жіберуі мүмкін. Әсіресе температура 42 градус және одан жоғарылаған кезде кейбір белоктар денатурацияға ұшырап бастайды екен. Екінші ол ортаның pH ортасы өзгерісі.
Ол не үшін болады? Бізде жаңа амин қышқылдарын айттық. Олардың NH3 ұшы бар, одан кейін COOH ұшы бар. Сонымен қатар кейбір амин қышқылдарда қосымша карбоксил топтары болады, қосымша амин топтары болады. Егер олар осындай диссоциацияланған түрде болады. Егер біз pH ортасын оның диссоциациялану қолайлы, яғни изоэлектрлік нүктесіне дейін өзгертіп жіберсек, енді бұл олар зарядтарынан айырылып қалуы мүмкін. Мысалы, COOH күйінде қалып кетеді. NH2 және COOH. Зарядтарынан айырылған амин қышқылдарынан тұратын пептидтер, ол заряды болмағандықтан олардың ергіштік қабілеті де төмендейді, и олар тұнбаға түсіп кетуі мүмкін. Тұнбаға түсіп кетсе, онда белоктардың да жалпы белсенділігі төмендейді. Белсенділігі төмендеп, олардың ыдырауы орын алуы мүмкін. Үшінші ол ауыр металдар. Ауыр металдар. Ол мысалы жаңағыдай. Мұнда бір белоктың үшінші реттік құрылымы болды. Осы үшінші реттік құрылымын жаңа ұстап тұрған, мұнда бір иондық байланыс болды. NH3 пен SO2- арасында. Бірақ мына жақтан егер бір ауыр металл, мысалы күміс келіп, мұндағы карбоксил тобымен байланысып қалса, онда ол енді NH3 пен өзінің иондық байланысын үзіп жібереді. Ол үзілсе, онда яғни үшінші реттік құрылымы бұзылып, белоктар әрі қарай екінші реттік құрылымына қайтып келуі мүмкін. Осы белоктардың күрделі үшінші реттік құрылымының ыдырауы орын алады. Оны мысалы ауыр металдар қамтамасыз етеді. Сонымен қатар дәл осындай иондық байланыс болсын, сутектік байланыс болсын, дисульфидтік байланыс болсын, оларды өзгеге қатысатын мысалы дәрі-дәрмектер бар. Қысым өзгерістері. Және соңғысы бұл, егер белоктың ерітіндідегі концентрациясы артатын болса, ол да оның ергіштігін төмендетіп, оның тұнбаға түсуін, әрі қарай оның күрделі құрылымдарының бұзылуына алып келуі мүмкін. Бұл факторларды біз денатурациялаушы факторлар деп атаймыз. Сонымен қатар ренатурация деген ұғым бар. Ренатурацияда біз құрылысы бұзылған белоктардың қайта қалпына келу қабілетін айтамыз. Бізде көптеген уақыт бойы денатурация қайтымсыз процесс деп келді, бірақ зерттеулер нәтижесінде олардың кейбіреулерінің егер зақымдаушы фактордың әсерін тоқтататын болсақ, онда олар қайтып бастапқы өзінің күрделі құрылымдарын қалпына келтіре алатынын көрсетті. Яғни олар бірінші құрылымнан қайтадан екінші реттік және үшінші реттік құрылымдарын қайта қалпына келтіре алады. Оған мысалы ретінде рибонуклеаза белогын алсақ болады. Рибонуклеаза. Бұл табиғатта белок болып табылатын фермент, жаңа температуралардың әсерінен ыдырауға ұшырауы мүмкін. Бірақ егер біз ол зақымдаушы фактордың әсерін тоқтататын болса, рибонуклеаза қайтадан өзінің бастапқы қалпына келтіре алатыны зерттеулер нәтижесінде көрсетілген. Мұнда еще денатурациялаушы факторларға ультракүлгін сәулелерді, иондық сәулелерді қоса аламыз. Жалпы ренатурация ұғымдары осындай. Осымен белоктар биохимиясының алғашқы бөлімі өз мәресіне жетті. Екінші бөлімінде кездескенше аман, сау болыңыздар.